Google порталы және кезекті кезек порталы арқылы қалай үй кезегіне тұрамыз? Біз ол үшін Google порталы арқылы кіріп аламыз. Өзіміз кім үй кезегіне тұрайын деп жатыр, сол адамның етістік кілтімен кіреміз. Выбрать сертификат деп таңдаймыз. Таңдап паролін жазып, одан кейін кабинетке кіреміз. Подписать етеміз. Басты бетте жылжымайтын мүлік бөліміне барамыз. Фондтан әкімдіктің арендалық үйге кезекке қою деген бар. Соған барасыз. Сатып алу, сату жалдау бөлімінен басқанда ештеңе баспай, осы жерге басасыз. Онлайн сұрау басқаннан кейін әрі қарай кезекті кезек порталына рұқсат беру сұрайды. Одан кейін физлицо деп таңдайсыз. Және бұл жерде ETSP кілтпен немесе Ego Mobile SMS деп кіресіз. Ал бізде ETSP-мен кіреміз. Бұл жерде сертификат таңдаймыз. ETSP паролін енгізіп, открыть деп басамыз. Үстінен бір рет басып, астың жағында подписать дегенге барамыз. Әрі қарай войти деп басуымыз керек. Одан кейін мынау жерде телефон нөміріңізді жазу керексіз. Әрі қарай оған код кетеді, сол кодты енгізіп, барып келесі бөлімге ауысамыз. Осы жерге принимай условия деп отправить код деп басамыз. Одан кейін әрі қарай мына жерге кодты енгіз деп тұрады, яғни 2 минуттың ішінде енгізбесе уақыты өтіп кетеді. Кодты жазғаннан кейін барып войти бөліміне басамыз. Одан кейін осы жерде басты бетте орысша бөлімде тұр. Шаңырақ деген бөлім бар, информационный сервис, остановки очередь на жилье деген бар. Соған басамыз. Сервис постановки на очередь жилье деп шығып тұр. Личный кабинет. Осы жерде личный кабинет басқаннан кейін өзіңіздің ат жөніңізді көре аласыз, және мына жерде мои заявления деген бар. Соған барасыз. Сосын подать заявление на постановку очередь бар, подать заявление на замену очередника деген екі түрлі очередь бар. Біріншісін таңдаймыз, яғни біз өзіміз үшін очередьке енді тұрып жатырық, содан кейін осыны таңдаймыз. Сосын кейін мына жерде осы жаңағы ин бойынша переотправить SMS дейміз. Перезапросить данные дейміз. Оған код кетеді, соны растайды. Әрі қарай обновить еткен кезде барып, ол SMS-ін расталғаннан кейін барып далее функциясы активный болады. Обновить етіп қайттан көреміз. Яғни бұл жерде SMS хабарлама келеді. 1414-тен 511 дегенге я деген сан, сол санды жіберу керек. Содан кейін мына жерде идет загрузка деп тұр, әлі обновить етеміз. Болды, данные загружены деп тұрады, әрі қарай далее басамыз. Бұл жерде екі адам қатыса алады, яғни кезекке қойылады, өзі үшін немесе опекун, недееспособный балалары үшін. Біз қазір өзіміз үшін кезекке тұрып жатырық, далее деп басамыз. Сосын кейін мына жерде далее деп басамыз. Список деген жерде бұл жерде ветеран, великой отечественной войны, дети, сироты, многодетных семей, социально уязвимый слой населения, государственные служащие, работают в бюджетной организации, военнослужащие, кандидаты, космонавты, граждане Республики Казахстан, единое жилище которых признано аварийном порядке установленным законодательством. Бізде бұл госслужащий ретінде, военнослужащий ретінде тіркеліп жатыр, сондықтан осыны басамыз. Под категория таңдаймыз. Ол жерде государственный служащий, государственные работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты, космонавты. Бізде военнослужащий қайтып таңдаймыз. Основная подача заявления деньги. Отсутствие жилища на праве собственности на территории Республики Казахстан, отсутствие жилища на праве собственности, жилище, в котором проживает семья, отвечает нормативным санитарным требованиям, в семьях, смеженных, неизолированных жилищных помещениях проживает двое и более. Семьи, в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями и имеют предоставленного арендного жилья без права выкупа. Бізде отсутствие жилища на праве собственности на территории Республики Казахстан таңдаймыз. Администратор мейо дегенге басамыз, яғни сіз өзіңіздің пропискаңыз бойынша қай жақта тұрсыз, яғни әсіресе үлкен қалаларда, Астана, Алматы, Шымкенттерде пропискасы соңғы 3 жылдық болу керек, ал басқа қалалар үшін ол маңызды емес. Яғни сіз
қай жақта пропискада тұрса сол жақтың үй кезегіне тұра аласыз деген сөз. Біз өзіміздің облысымызды, яғни қаламызды таңдаймыз. Отдел жилищных отношений города Караганды. В случае отсутствия жилища, соответствующей квадратуре комнат с этажности претендуем жилья, не возражать против предоставления жилища на квадратуру комнат или этажности. Бұл жерде біз нет деп таңдаймыз. Опекун болғанда нет, лицо с инвалидностью, имеющее нарушение опорной аппарата нет. Да болса да деп таңдайсыз. Лицо с инвалидностью да болса да деп сөйтіп таңдайсыз. Бізде ешқайсысы емес, сондықтан далее басамыз. Далее деп басып, әрі қарай келесі бөлімге өтеміз. Справка с места работы деген бар. Соны қосамыз, яғни военнослужащийлар өздерінің жұмыс орнынан справка алып келеді. Соны осы жерге PDF формат болсын, Word болсын, PDF болсын, сөйтіп осы жерге қосамыз. JPEG, PDF деп поиск жазып аласыз, конвертация жасайсыз, жаңағы JPEG. Выбрать изображение JPEG дейсіз. JPEG изображение таңдап алып, открыть деп конвертация жасайсыз. Конвертировать деп басасыз. Скачать PDF. Здесь справка с места работы деп шықты. Соны біз барамыз да өзіміз қалаған файлға апарып қоямыз. Добавить файл дейміз. PDF форматтағы құжатты аламыз. Сосын кейін мына жерге бос жерге тұрған жерге справка с места работы деп жазамыз. Окей деп басамыз. Сосын кейін мына жерде құжат тіркеледі. Әрі қарай далее басамыз. Постоянно проживающий член семьи деген баласын, қанша баласы бар соның бары. Сосын кейін жолдасы болса жолдасы соны жазамыз. Иінін осылай жазып аламыз. Тип документа дегенге. Свидетельство о рождении, номер документасын жазамыз. Степень родственствосы. Сын или дочь. Қалғандары келмейді, сондықтан осын добавить етеміз. Әрі қарай келесі мүшесін сөйтіп қоса береміз. Барлық мүшелерін қосқаннан кейін далее батырмасын басамыз. Пользователь дал доступ, яғни әйелі күйеуі өздері телефоннан 511 деп я деп келсем деп басқаннан кейін далее басамыз. Басқа адамдарды өзіңіздің член ретінде көрсеңіз, осы жерге электрондық копия нұсқасын басасыз, бізде ондай жоқ, далее басамыз. Сосын мына жерде проверка статуса работающий қызметі соны тексеріп жатыр. Тексеріп болғаннан кейін место работыды добавить етеміз. Еңбейін қашан жұмысқа тұрды солар толтырамыз. Должность толтырамыз, сосын кейін добавить етеміз. Жұмыс орнының бейіні және юридический сама екі масын таңдау керек. Бұл кезде осылай таңдалады, әрі қарай басамыз. Өтінішті сохранить етеміз. Сертификатты таңдаймыз. Открыть дейміз. Подписать. Әрі қарай аты жөні шығады. Подписать дейміз. Загрузка болған тосамыз. Әрі қарай обновление болады, соны тосамыз. Заявление сохранено, заявление на рассмотрение деп шығады. Скачать заявление деп қажет адамыңызға өзіңіз жібереді. Сосын кейін ответті шығады. Мои заявления деген жерге барсаңыз. Одан кейін осы жерде статус обработки өзгереді. Сосын кейін әрі қарай мына жерде кейін көретін болсаңыз очередіңізді, мына жерге очередь деген сөз басылады, уже очередьке қойылғаннан кейін. Осылай біз очередьке үй кезегіне қоятын боламыз.